Жаңғақтардың адам денсаулығына пайдасы қандай? Көпшілік жаңғақтардың депрессияға қарсы өнімдер қатарына кіретінін біле бермейді. Бұл ретте жаңғақтардың пайдалы қасиеттері жайлы сөз қозғауды жөн көрдік. Жаңғақтар арқылы денсаулығыңызды сақтап қана қоймай, айтарлықтай жақсарта алады екенсіз. 1. Орман жаңғағы. Орман жаңғағы бағзы замандардан бері белгілі. Ертеректе адамдар орман жаңғағынан бойтұмар жасаған. Ол табиғат апаттары мен бәле-жаладан қорғайды деп сенген. Бұл жаңғақтың құрамында көп мөлшерде А және Е дәрумендері бар. Ми қызметін жақсартады. Жаңғақты шикі күйінде пайдаланған дұрыс. 2. Кейшеу. Үнді және азиялық тағамдар рецептінде кейшеу жаңғағы жиі кездеседі. Оларды бірінші және екінші ас, жеңіл тамақ, тұздық және түрлі тәттілер әзірлеуде қолданады. Кейшеу жаңғағы иммунитетті күшейтіп, жүрек қызметін жақсартатын әсерге ие. Ол тіпті тіс ауруын басады. Ал күнделікті 20 жаңғақ жесеңіз, ағзаңызды темірдің тәуліктік мөлшерімен қамтамасыз етесіз. Пайдаланар алдында жаңғақты қуырып алған жөн. 3. Пісте. Пісте түрлі минералдар мен дәрумендерге бай болғанымен, оны жиі тұтынуға болмайды. Оның ересек адам үшін тәуліктік нормасы 15 жаңғақ. Пісте ас қорыту, тыныс алу жолдары ауруларын, қаназдық, сары ауру, жүкті әйелдерде болатын токсикозды емдеуге көмектеседі. Сонымен қатар ерлердің бел қуатын арттыруға себебі бар. 4. Бадам. Дәрігерлер жүрегі ауыратын адамдарға аптасына 60 грамм бадам жаңғағын жеуге кеңес береді. Бадам фосфор, калий және темірге бай. Тәтті тағамдар әзірлеуде жиі қолданылады. Жаңғақтың бұл түрін сатып алғанда әрі ақаусыз болғанын тексеріп алыңыз. 5. Грек жаңғағы. Кавказ жерінде грек жаңғағы қасиетті ағаш саналады. Ол жақта 4000 жылдан астам уақыт өсіп тұрған жаңғақ ағаштарын көруге болады. Грек жаңғағының құрамында амин қышқылдар, илік заттар мен құнды минералдар бар. Организмнің әлсіреуі, қаназдық, жүйке жүйесі, жүрек және асқазан ауруларын емдеуде көмектеседі. 6. Балқарағай жаңғағы. Жаңғақтың пайдалы қасиеттері жайлы орта ғасырда өмір сүрген дәрігер, ғалым Ибн Сина жазып кеткен. Заманауи ғылым ғалымның ойларын растай түсті. Жаңғақтың құрамында дәрумендер, макро және микроэлементтер бар. Ол әсіресе балалар мен қарт адамдар үшін пайдалы. Алайда семіздікке бейім адамдар балқарағай жаңғағын жиі тұтынбағаны жөн. 7. Бразилия жаңғағы. Бразилия жаңғағы ең дәмді жаңғақ саналады. Оны салаттар мен тәтті тағамдар дайындағанда қолданады. Күнделікті 2 жаңғақ жесеңіз, организміңіз селеннің тәулікті мөлшерімен қамтамасыз етіледі. Сонымен қатар бразилиялық жаңғақ күш-қуат пен сергектік сыйлайды. Әрі теріңіз тазарып, ажарлана түсесіз. Бұл жаңғақ жүрек және онкологиялық ауруларға шалдығу қаупін төмендетеді. 8. Кокос. Жер бетіндегі ең үлкен жаңғақ кокос жаңғағы. Бір жаңғақтың салмағы 4 килограммға дейін жетеді. Кокостың дәмі мен иісі де ерекше. Одан бөлек құрамы тобы дәрумендеріне, макро және микроэлементтерге бай. Жаңғақтың бұл түрі иммунитетті күшейтіп көздің көруін жақсартады. Сонымен қатар ас қорыту жүйесіне, қалқанша безінің жұмысына оң әсері бар. Ал кокос сүті жасартатын әсерге ие. 9. Жер жаңғақ. Жер жаңғақтың шамамен 70 түрі бар. Ол тамаша антиоксидант болып табылады. Көздің көруін, есту және есте сақтау қабілеттерін жақсартады. Тағамдық өнім ретінде ғана емес, химиялық өндірісте шикізат ретінде қолданылады. Одан пластмасса, синтетикалық жіп және желім жасайды. 10. Каштан. Француздар мен италиялықтардың сүйіп жейтін жаңғақтарының бірі каштан. Францияда каштан күні аталатын мейрам бар. Бұл күні күллі мемлекетте каштан иісі аңқиды. Барлық кафелерде каштан қосылған дәмді тағамдарға тапсырыс беруге болады. Бірақ каштанның барлық түрі жеуге келмейді. Тек себінді талшын жаңғақтары ғана жеуге жарамды. Оның құрамында жасұнық, С және В дәрумендері көп мөлшерде кездеседі. Ал диетологтар вегетариандарға каштан жаңғағын жеуге кеңес береді.
Видео ұнаса арнама тіркеліп өз пікіріңізді білдіре кетіңіз. Сіздің ойыңыз біз үшін өте маңызды. Рахмет.